Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай 5-ақ минутта дайын болатын пайдалы сусынның рецептісімен бөлісемін. Дененің ішіндегі қызуды түсіруге, бүйректі қуаттандыруға және де ыстық кезде денені салқындатуға көмектесетін сусын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Сізге тек 2 литр су, қарапайым, одан кейін маш керек және де 5-ақ минутыңыз керек. Бар болған сол. Жалпы маштың пайдасы өте зор. Маштың құрамы тұрған белок, ал біз білеміз, белоктың ағзаға өте пайдасы бар екенін, пайдасы зор екенін білеміз. Енді біз бұны қатты отқа қоямыз, газге, астын қатты жағамыз. Бұл бізде қайнау керек. Бір рет қайнатамыз, мінекей бізде уже қайнайын деп жатыр. Мінекей бір рет сарқылдатып қайнатып, астын кішкене жайлатамыз. Тағы да осылай 2-3 минут ұстаймыз. Мінекей, мен бұрын соңды бұндай қызуды түсіретін сусынды кездестірмеппін. Міндетті түрде осы методпен жасап ішіп көріңіздер. Кез келген графинге ыдысыңызға құйып аласыз. Осыны қызуыңыз көтерілген кезде ысылай ішіңіз. Мінекей кесеге құйып, ішіне мед салып, лимон салып ішсеңіздер де болады. Ешқандай бір қызу, жаропонижающий дейді, қызу басатын дәрі пайдаланбай-ақ осы сусынды ішсеңіздер болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, алда әлі көп рецепттер болады.